Бақыттың тұрағы. Бақыт қандай адамға, қандай үйге қонады? Осы туралы аңыз әңгімені оқимыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим, Алланың атымен бастаймыз. Бір күні Қызыр ата жолаушылап келе жатып, Бақытты кездестіреді. Ол: «Әй Бақыт, мен ел ішін аралаймын, пенденің тілегі Құдайға жеткіземін. Бірақ қай үйге кірсем де, жұрттың бәрі бақыт қонсын, бақытты бол, бақыт қайдасың деп іздеп жатады. Жаббар хақ сені Аллаға серік болсын, өміріне көрік болсын деп жаратты. Шиш пайғамбар алғаш үй салғанда төріне жайғасып едің. Ел жұрт: ат аунаған жерде түк қалады, қонақ отырған жерде құт қалады деп саған қол жеткізу үшін қонақ шақырып иман күтуге таласатын еді. Бірақ өмірде бақытты жандар да көп, бақытсыз бейбақтар да жетеді. Сен әркімнің қолына түсе бермес ғайып құсы сияқтысың. Тұрағыңды айтшы жарқыным, кімге қонасың, кімге бұйырмай кетіп қаласың, дейді. Бақыт болса: сұрағың орынды, Қызыр баба, деп әдеппен тағзым етеді. Мен ең алдымен ісінің берекесі жоқ, сөзінің келекесі көп адамға дарымаймын. Ата-анасын сыйламайтын, оларға қызмет қылып, жандарын қинамайтын надандармен жұлдызым қарсы. Есірік ұл мен кесепат қыздан, ата-енесіне күтпеген келіннен 60 қадам аулақ жүремін. Әсіресе Аллаға зікір айтпайтын, иманын дұшпаннан қорымайтын, көрші ақысын жеуден қорықпайтын жандармен Құдай жолымды түйістірмесін деп күніне сан мәрте дұға қыламын, депті. Қызыр ата тағы да: ал қайда тұрақтайсың? Кімнің шаңырағына шаттық бересің? Кімнің басына бақ болып бітесің? Деп сұрайды. Бақыт болса іркілместен: менің ең жақсы көретінім ата-анасына құрақ ұшып қызмет ететін, бірлік пен ынтымақты ырыс деп ұғатын жандар. Өзгені күндеуден, кісіні мінеуден аулақ момындарды іздеп жүрем. Алланың есімін жаттаған, адалдан басқа татпаған ақжүрек жандармен жылдам жұғысамын. Сахар тұрып, сәресі ішіп, ораза ұстайтын тақуамен тез тіл табысамын. Бейбітшілік пен берекені ту еткен кісілермен тіл қатыспай-ақ ұғысамын деген екен. Қызыр ата болса шаттанып: ендеше сен қонған жанға мен де даримын, дейді. Бақ қонып, қызыр дарыған деген сөз осыдан қалған екен.